Сәлеметсізбе, Өмірзақ Естайұлы. Мен Жетісай ауданы мәслихатының депутаты Шүкірбаева Ғазиза Әлбекқызы боламын. Менің өтінішім, ұсынысым мынау Дайрашев 300 орындық бізде 20 жыл тапсырылуы керек болған мектебіміз бар. Асад жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Осы ата-аналар тарапынан өтініштер түсіп жатыр, балдарын тасымалдауға қиындық тудырып, әлі құрылысы аяқталмақ түгілі әлі басталмаған мектеп. Осы бойынша өзіңіз жұмыс жүргізсеңіз, қадағалауыңызға рахмет. Біздің облыста ондай нысандар бар. Кейбір жерде мердігерлер жауапсыз болып шығады. Соттасамыз олармен, ол оңай істелген емес. Бұл да сондай бір проблемный мектептің бірі болып саналады ғой деймін. Тоқтар айтып кетсем бола ма? Бұл жерде мердігермен келісім шартты бұздық. Мердігер жауапкершілігі өте төмен мердігер болып табылды. Қазір корректировкаға кіргізіп, осы келесі жылдың майына дейін бітіреміз ол мектепті. О, дұрыс. Мен Жетісай қаласының тұрғыны, көпбалалы ана Мадина Оразымбекқызы боламын. Сізге сұрағым, мынау қаламызда баламыз